осы Маралихадан барып, мына өсімдіктердің түр-түрін көріп, президентке кірәлей едік, осы қазір ұзын ағашқа жерленіпті дейді осы. Қаншама еңбек жоқ бар, Қазақстанның президентіне жетсе, мына Маралихты ауыл осы территорияны сақтау керек деп айтты. Бізде барлығы Маралин бойын, Золотой бойын дегеннің бәрі осында. Біз неге маралдымыз? Біз маралды деген себебіміз осы жерде марал өсті. Жарайды, халықтар келді, орыстар келді де, халық көп болғаннан кейін маралды кішкене жоғары кетіп қалды. Ол маралдың үйіне қанды, ол неге қанды болды? Ол біздің осы жерге көрген 43 жұрттың басын жегеннен қанды болды. Әйтті көрген жерге маралдар ақырып неге қандысын қия бермейді? Сондықтан бұл енді өте бай, енді Қазақстанның таулы аймағы болғаннан кейін өте керекті жер. Бұл жерге бізде енді ол бір рәқет алтындар олар қазып алады екен де, менің бағасын өтеді екен. Ол ғандағы биржағайда бір унциясы қанша болса сол сайын өтеді екен. Оны зачем болғанда аңыз болғанда Лондонда арзандай қалғанда сол сақылады. Біздің жасы одан басқа уақытта қолданбайды. Мен бізде айтып отырмын ғой, бізде жердің бар жағын мен кемшек батыстан алған. Түгел батыс жақтың қолдарынан бір-бір паркер болып жағында түк қалмапты батыстағы, түк жоқ. Енді міне таулы аймаққа келіп түсті. Сонда бізге өзі жерді ғана қазу керек болып, басқа жер жоқ па. Комиссия қызығады екен. Дүние жүзінде дейді, бірақ мемлекеттер бар дейді, қазақ дейді. Өздері азғанақ дейді, жерлері үлкен дейді. Сондықтан жер үлкен дейді, жеріміз қазақ елі үлкен болады. Біз өніміміз дейді. Әйтеуір жүргізіп қойыңыз, сондай өніміміз етін көріп. Одан да бизнесті шығарып, мұнай сатқанша завод салып шығып айтыңызшы, шөппенен айналысайық сөйтіп деп. Бізде ылғи өнімді сатпаймыз, шикізат қоя береміз. Самарқандаға мемлекеттік сосын енді қоя тұрайық, ауыл шешіп алайық. Бақшан, еркіні осы ауыл жиналысын. Осы мына бізде қаншама жиналыстар болады, осындай жиналыстар болады, нелер болады. Сонда біздің бәрі жан-жақтан келеді де, мысалы үшін келеді де бүйтіп айтады. Бұл ауылдың тұрғындары емес, жан-жақтан келгендер осы ауылды үгіттейді дейді, рас па? Рас. Үгіттейді дейді ауылды дейді. Мына жерде отырған бәрі мысалы тұтымалар міне. Ешкім жоқ мына жерде көтеріңіз дейді. Сіздерге міне, және сіздерге. Ал енді мысалы үшін міне, Ринат мырза, Мақсат мырза, сіздердің міне халықтың осындай халықтың мұңын ескеріп, елеп келгендеріңізге осы халықтың атынан үлкен рахмет сіздерге келіп отырғандарыңызға. И содан кейін осында қаншама комиссия келді, мысалы үшін Астанадан келді, не дейді, жан-жақтан келді осы комиссия. Сонда бәріне барып бірге жүрдік. Сонда бәріне айттық біз. Міне 500 метр жерде карьер тұр ғой, 500 метр жерде карьер тұр. Сол карьерді радиационный и содан кейін мына жерде жаңа Нұрболда айтып кетті, бәрі айтып кетті. Мысалы үшін мына жерде үлкен кісілер ат мінуден қалды жүр. Дүңкілдерді жарып жатса, мысалы үшін ат мінушілер, үлкен кісілер жас емес қой. Құлап жатыр үлкен кісілер. Малдар өтіп жатыр мысалы үшін бәрі. Осының бәрі мысалы үшін сіздерге мысалы үшін айтып отырған осы халықтың мысалы үшін бәрі бірдей емес мысалы үшін. Айтады, сендер ертең мысалы осы халық, егер осы завод салынатын болған жағдайда бәрі көшіп кетеміз деп отыр. Туған жерімізді ұстап көшкілерге отыр. Көшеміз деп отыр. Ол көшет, өйткені амалсыздан көшет. Ертең тау болады, таудан тас құлайды. Ертең сианиттің уы бар, мысалы үшін. Ертең ана сианиттің испарениясының уы бар. Осы халық көшет. Ал көшкен кезде осы халық мысалы үшін бәрі бірдей бай емес. Біреудің жағдайы бар қаладан үй алып кетуге, біреудің жағдайы жоқ. Сонда мысалы үшін ертең алатса кредиттен кредитке кіреді де, сол өмір бақи сол кредитке жұмыс істеп өмір бақи соның артында жүреді бәрі, тоз. Ал олардың бала шағалары бар, асырайтын. Оқытатын балалар бар мысалы үшін. Оны қарау керек қой негізінде, мемлекет тарапынан. Келесі айтады, ойбай, сендерге бір 50 мың теңге береміз, 150 мың теңге береміз, 2 мың теңге береміз деп бізді келеді де құлақта ілесіз дейді. Біздің құлағымыз оған, ал ақшаға толып қалған біз құлақтарымыз, бітті. Енді сенім жоқ бізге ешкімге сенеміз өйткені. Бір Аллаға ғана сенеміз, басқа ешкіміміз жоқ біздің қазір. Өйткені ертең салдырса, қаңғырамызда кетеміз туған жерімізді тастап. Бұл жерде қаншама адамдардың кәсіптері бар істеп отырған. Қаншама адамның жұмыс орындары бар, мектептерде істейді, акционердар, экспортта істеп отыр, мал шаруашылығымен. Әмбе бұл жерде көбінесе ара шаруашылығымен айналысады адамдар. Ара шаруашылығымен. И содан кейін мына жерде неге біз заповедник қылмаймыз?
Мысал үшін, сіздер өздеріңіз көріп отырсыңыздар, мынандай табиғаты бар жер, кімде кім мынандай табиғат. Екі өзен бір ауылдағы. Иә, ал енді сол мына жерден шығып, неден заводтың жан-жағында 4 бастау тұр. Біреуі 20 метрде болмайды, ана жолы бар көрді. 20 метрде болмайды. Астынан шығып кетті ғой. Астынан шығып жатыр. Астынан шығып, прямо. Ал соның бәрі ертең. Бүкіл Күршім ауданын улайды. Жалғыз біздің Маралдың емес, жарайды, Маралды көшіп кетеміз қазір. Сөз жоқ. А ертең бүкіл Күршімнің суғармалы жерлерінің бәрі осы Маралдың суымен суғармайды. Осы Маралдың суын ішіп отыр, қаншама халық ішіп отыр мына. Осы өзен бойындағы халықтың бәрі осыдан сумен қамтамасыз етіліп жатыр. Соны неге ойламасқа? Енді сонда жалпы біздің Маралды ауылына ғана керек болып тұр бұл бағдар. Біздің ауыл. Мына жерде ешкім заң бұзып отырған жоқ мұнда. Ешкім заң бұзып. Бұлардың бәрі елім, жерім, экологиям, туған жерім деп қана отырған адамдар осы жерде. Оның бәрі мысалы үшін бәрінің көкейінде осы айтылар келіп отырған. Мына жерде осы жерде біреу жоқ. Ойбай завод салынсын деген рас па? Айтыңдаршы. Рас. Сенбесеңіздер бұл халықтан сұрамыздар осы жағдайды. Рискованный зонада тұр. Ал енді ертең 2,5 миллион тонна не өндіреміз дейді? Бұда өндіреміз дейді. Көбінде жарған кезде біздің үйлеріміздің бәрі, нелеріміздің бәрі, ремонттардың бәрі жарылып жатыр үйдің бәрі. Әлі үйдің кәсілер болып жатыр бәрі. Сонда біз соны көріп отыруымыз керек бар. Біз түсінерек жарайды, егер мысал үшін мемлекетімізде бір соғыс жағдайы болып жатса, әйтсе мысал үшін аштық болып жатса, рас қой? Рас. Біз амалсыздан көнерек, халық үшін көнерек, Қазақстан үшін көнерек. Ал мына жерде біз бұл басшылыққа көнелмейміз. Көнелмейміз де, көнбейміз де. А егер де халық тастаймыз десе, біз амалсыз кетеміз бәріміз, рас қой? Құдай сақтасын одан енді, көшіп кетуден енді. Туған жерімізді сақтап. Осыған кейін әкеп береді бізді. Иммигрант боламыз. Бәріміз, міне, хозяйствомыз бар, я мал өсіріп жатыр. А ертең біреу осы жердегі бір қашатта шегеді ұстап қарайды десек, қойшы, ертең ана зауыттан салынса, бүгін бәрі тастайды да кетеміз. Бұл не қылатын отырлар? Ал енді міне айтып отыр ғой, кетпейміз, күресеміз деп отыр бәрі. Ал енді арыстай төрт азаматында босатыңдар. Ринат мырза, ана алпысқа таяқталған арыстай төрт азаматты босату керек. Кісі өлтірген жоқ, бір шапалақ үшін. Анау бывший дейді, не дейді әлгі? Жаңағы дразит еткен ана прокурор дей ма? Өзі дразит етіп тұр ғой ана дейді. Кішкене соқса екен деп. Провокацияға келді. Оғанда шешім бар ғой енді, бір штраф бірден кемен. негізі осы ғой, иә? Yani bir hafta okul için bakımda bunu söyleyeyim. Bunu söyleyeyim. Sözünü getireyim. Bu Maral'ın aynalasında halinde en kalaş geçtiğinden bir insan. O yüzden bir ister. Ben Su'nun dostum babam kadağalı boyunca sonra bağlı gezi boyunca kadağalar oturmuş size o gözde ekoloji ministri başkanı. Bir surat var elinizde. Yani gözlerinizin, haralarınızın koyduğu. Bir adam var mı olsa oldu? Sağlığınızın dedi. Yok. Buradan kırmış milyon tenge verir. Yok. Sana kana kaldı. Sana kaldı. Ne көріп отырсыз? Ne көріп yani неге сұрап отырмын? Сөзге оғына берсеңіздер. Тыңдадым ғой, барлықтан бәрін тыңдадым. Әлі де тыңдап отырмыз. Біріншіден көшіп кетемін деген менің ойым. Осы жатқан жер жаушыққа. Мен мысал ретінде сіздерге бәрі түсінікті болу үшін айтайын. Жаңағы бізде Абай облысында Арқат деген ауылдың жанында тура алтын қазып жатыр компания. Олар бүкіл жаңағы ауылмен отырып ашық жиналыс өткізген, келіскен, жылына ауылға қор ашқызамыз, жылына осынша миллион теңге бересіңдер. Біздің ауылдың тұрғындарын жұмысқа аласыңдар. Осылай олар келісімге барған халық. Мысал ретінде
Қазір ол жерде ауылдағылар риза. Біздің осы жаққа менің аяғым осы жерге сіздердің араларыңызға келгенше және неге қайталап сұрап отырмын? Ол жерде негізі жергілікті халық қарсы емес дейді. Жаңа сіздер айтқан әңгіме мен осы жерге келгенше негізінде астынан талай айтпайды. Өткенде министр де айтып отырды шаруа. Ой, ол жерде 4-5 адам бар. Ауылды арандатып жүрген, қалғаны қарсы емес деді. Жоқ, мен айтып отырмын. Бәрі. Енді бұл фабрика бойынша комбинат бар. Бұтысам продакшн бойынша ең бірінші жер комиссиясы заң бұзушылықтарды анықтап шағым жазған болған. Бақытжан Базарбек деген депутат мүшелері. Ол міне ол шағым. Облыстық жер департаменті тексерісінің нәтижесінде барлығы таңба басқанда көрсеткен, қанша жер жайылымдікі, қанша жер басқаныкі. Сосын компания жоғарғы соттан кассациялық жауап алады. Бұл өзі азаматтық кодекстің 404 бабының 1-ші бөлігінің 2-ші тармақшасы. Соны негізгі алып қаулы шығарған. Бұл заңда қазір өзгерген жатыр. Бұл заңда әзірге бар өкінішке. Жоқ, қарастырылмасын шағым. Бірақ кеше ғана алдыңғы күні Бақытжан Иманбеков жоқ, біз ең жоғарғы соттың төрағасы өзіне жасамыз деп. Ондайда бізде заң құқығымыз бар деп. Егер жаңағы Айнақ атасына аудан әкімі отыр, облыс әкімінің орынбасары. Сіздер айтып отырған мен ойладым, мына жерде екіге бөлінетін шығар халық. Әртүрлі пікір болатын шығар. Жоқ, айтып отырғанымыз бір пікір. Біз ол жоқты көрген. Келген мақсатымыз сіздерге біріншіден ешкім естімей жатқан жоқсыз, естіп жатқан бармыз. Ең бастысы біздің президенттің тапсырмасы бар, шекаралық аймақты дамыту бар. Сондықтан бұл жерден халықтың көшпеуін бүкіл жағдай жасайды. Енді компания бойынша, инвесторлық компания, бұны министрлікте, үкіметте барынша қорғайды. Оларға жұмыс жүргізуге деген керек, үйттік деген керек. Олар барын салып қорғайды. Егер біз мына жақтан өзіміздікін айтып еңіз алынса, оны жинап алғанымыз бар. Қазір кеше біздің де басшылықтан назар аударылып отырғандықтан бірінші мына сәйнек бойынша бір комиссия тексеру бастап отырған бар. Өйткені жаңағы сіздер айтқан әңгімені біз де естіп отырмыз. Қанша отырып өздеріңіз телевизор көретін шығарсыздар. Сәрсенбі сайын жиналыс болады сол кезде. Жоқ дейді. Ешқандай зияны жоқ. Біз бүйтеміз, сөйтеміз. Міне, қолымызда қағазымыз бар. Ешқандай заң бұзушылық жасап жатқан жоқпыз дейді. Бәрі керісінше осы марқұмды халқына болсын дейміз. Керісінше осы жерге жақсылық жасағым келеді. Күршім аудан жалғыз марамыз үшін неге мына жақта да ауылдар бар. Бұның барлығы да жақсы болса екен, жақсы болса екен. Келген мақсатым осының барын көзбен көріп, құлақпен естіп, сіздермен сөйлесіп. Бұл мәселені біз заң шығарушы органның өкілдеріміз, біз ешқандай министр қаулай алмаймыз, басқасын білмейміз, бірақ сіздердің сөздеріңізді айнаға жеткізіп, осының дұрыс шешім табуына барымыз салатынымызды айтып кетуге жалғыз емессіздер, айдалар емессіздер, басшылық бар, барлығы. Әркім өзі бәжін айтып жатыр. Бірақ негізгі біздің ұстанымыз ең бастысы осы жердегі сіздердің ұстанымыз бірдей. Суды уламау, табиғатта қалмау емес. Ең бірінші. Неше адам кірді жұмысқа мына жаққа?
3-4 adam var koşup ketken. Dala көшіп кеткендер. Қалаға көшіп кеткендер ғана бар, бітті. Ауылдан жоқ. Ауылдан ешкім бір адам. Ауылдан көшіп кеткендер қалада. Осындай ақпараттар келеді. Қалаға көшіп кеткендер ғана. 30 шақты деді ма? 3-4 адам істейді. Қаладан кем істейді олар. Көшіп кеткен. Қаладан үй алып ал. Жоқ. Ауыл адамы адам жоқ. Бұрын осы ауылда тұрып, қалаға көшіп кетіп, келіп істеп жүрген бір екі семья бар. Бұл басқа істеп жүрген ешкім жоқ. Бір адам. Естемейміз де бұл жерде. Енді күршімдіктерден бар шығар, енді марал кеткілер жоқ. Марал келен жоқ, қайда күшім ол. Арал оқырынан жоқ. Біз жоқ, әкімнен сұраса, әкім деді. Әне отыр біздің әкім. Ауылдан айтсаншы, бар ма жоқ па? Тұрып тұр айтты, істейсің ғой. Нешеден бар аға? Төрт адам істейді мұнда. Бұл кей ауыл. Қалаға көшіп кеткендер. Жоқ, міне марал. Мойындадың ғой деп. Қысқасын айтқанда, қастарыңыздан не көрсек деп ойлаймыз. Мына сіздер айтпақшы, аяғына дейін барып, апайым айтты ғой, неге көшуіміз керек? Жоқ, ешкім ешқайда көшпеу керек. Көшпейміз. Бұның қарасын айырғанша тоқтата тұрса, Енді сол бараса болсын. Салмай. Көзбен көреді. Иә. курсында тоқтата тұрса. Бізге Астанаға мынандай келеді ақпарат аға. Мен алдындағы бірінші сауалымда қасынан бұлақ табылды деп мына скілер жауап берді. Сол кезде жұмыс тоқтатылды деген. Жоқ, істеп жатыр ғой. Жоқ, соны айтып отырмын. Онда біз қуаламыз ғой, соны кетіп Мана керек қой оны ішеді. Мана керек қой. Онда біз қуалағанбыз сол кезде. Қыстай салынды ғой. Біздің халықтың сенімін жоғалтты. Келген өстіп жиналыс ашқан себебі біз жоқ сенімнен жоғалдық. Өйткені әрбір жиналыстың нүктесі жоқ, үтірмен ғана аяқталатын жиналыс болды бізде қазір. Иә, сізді түсініп отырмын. Өткенде де біз келемізді бір оқты алғанда айыл ғой, Қазақстанның түкпір-түкпірінде не бір әңгіме. Одан кейін бізді тіршілетіп еткенді қойсын. Естідім. Ровдыға шақырмай ақ қойсын бізді. Өздері келсін оны деуге. Бандиттер туралы айтқан жоқпыз ғой. Частный компанияға қарсымыз. Рас. Түсініп отырмын. Көпті қосасың өзі. Бір чапалақ үшіне көз шыққан жоқ, бас жарылған жоқ шығарсын я. Жақсы, жиналыс бойынша айта кетейінші жауап берейінші. Сенім сендеу сіздің құзыретіңізде. Мен қайталамын. Егер дәл осыған жауапты министр болатын болсам, мен келіп айтатын едім. Менің қолымда тұрып, ертең бүйтемін, заң шығару жоқ. Бірақ әйтеуір айтқанымыз тезірек жетеді. Сол ғана сіздердің алдыларыңызда. Артықшылығы құдай жүреді. Сондықтан осының айна қатесіз жаңағыдай өтірік екенін бәрін жеткізіп береміз. Келуіне келсін, тексерсін әрқайсысы. Шынында емес пе ғой? Өзіміздің туыстарын, өзімізді улатып қойып қарап отырады. Осы қысқасын айтқанда. Әйтпесе естідік алдында да. Олай ремонттың мақсаты өтірік келе жатыр екен, халық тынышталдыру үшін келе жатыр екен деген әңгімелер болды ғой, чаттарыңызда да басқасында да. Жоқ, болған жоқ. Сіздерге сенімдіміз. Басқа жақтың кісілері де бар ғой. Сондықтан Сенімдіміз. қазір ауызбіршілік болмаса ештеңе бөлінбейді. Онда біз осы бетте сіздердің талаптарыңызды қазір тағы айтамыз. Сіз де айтыңыз. Осы бетте бүкпесіз жеткізіп, жеген жерге жеткізіп, қанша орнына жеткізу керек, экология министрлігі, су министрлігі, жекелерін түспеймін, су министрлігі келгенше. Келіп, мына жер тексердік деген жауап беремін. Сол көргенде қуаныштымын. Бүгін балалардың мейрамы, ол да құтты болсын. Рахмет. Мейрам болған өстіп Кеше қуғын көрген күндер, кеше сол төрт Шықты айт. қуғын көрген. Шықты айт. Осы жер үшін жатқан ал, 4 азаматымыз босасын. Самарқанда мен жалпы ағайын барлықтарыңызға бір нәрсе ескертейінші. Шығып айт. Асылы іштеріңізден ең сабырлы, ең
конструктив сөйлей алатын бір адаммен тікелей хабарласып тұрайық. Мен түсінемін аға, сіздің де жаныңыз ауырады. Апайымыз да жаңа айтып, менің де жаным ауырады. Бірақ не оның айғай қатты шықса, сол оның сіздердің әлі боласыз. Неге мен халық сайласын. Сөйлей береді, ол не біледі дейді. Жаңағы Жанар ханым келіп алады, тайға не береді. Ол өзі сондай бүкіл бәле өздеріңізде болады. Сондықтан не olur? Жүйелі жұмыс істеуге тырысайық. Және бізге де сол жақсы болады. Ертең айтады, ана жердегі арандатушыларға сендер еркіндіктен көрсеткен. Жақсы ма осы естігіңіз? Мен бір сұрақ қояйыншы. Өзіміздің әкім Алматы мырзаға қойғым деп тұр. Мына аяқ астынан біздің ауылдың көшелерінің бәрі асфальтталып жатыр. Иә, бір іс-шаралар. Ол енді біз өткенде осы асфальт салат дегенде Бауыржан мырзаға барғанбыз. Самарқан ағалар бар, 3-4 адам. Бұның артында залаттар тұрған жоқ па деген тағы да үрейіміз бар. Ол енді бюджеттен бөлінбек, соны нақты айтып Анжол комиссия келді ғой. Ауыл жағдайын көрді, көрсетті. Сосын облыс әкімінің тікелей тапсырмасымен облыстық бюджеттен бөлінді. Тағы да қайталап облыстық бюджеттен бөлінген қаражат. Облыс әкімінің сіздерге келген өзінің сізге жақсы қабылдаңыздар, жақсы келіп қойды. Мен риза болдым. Bizler rızamız. Шаң жоқ. Күзет артамыз. Футбольный поле саламыз, детский площадка саламыз. Хоккейный коршын жөндейміз. Насыпты жөндеп тастады мен естігім. айтқаннан кейін жөндеді ғой. Оның барлығы облыс әкімі тікелей сіздерге деген қолдау. Солай қабыл. Алматыда Дидар газетінде жазып тұр ғой. Кім жазды? Ең аудан әкімі мен тыңдаңыздар. Мен айтып тұрсам болды. Ол бюджеттен бөлінген қаражат жасау мүмкін емес. Ал ондай ақпарат неге таратады? Ондай ақпарат неге таратады? Я онда неге таратады? Ринат, ана, мына ең бірінші неміз, талабымыз, мына фабриканың ақ қарасын ашып алғанша тоқтата тұрса, бұлардың алтындарын біз алып кеткей тұрғанымыз жоқпыз ғой бір жерден. Уақытша осы тоқтатсыншы, иә. Одан кейін, ана 4 азаматымызды үйге ма жіберіп, деп ана қалайдан едіп босатып бақай, иә. Халықтың талабы осы. Мына жерде. Халықты одан аға ашыландырмаңыздар. Үйлерінде жұмыс бар олар. Үйлерде жұмыс істеп, ауылда болсын. Фақат соттағы болғанша үйде болсын. Осы жағынан көмектесін. Олар ішімді өлтіріп, ішімді қиратып тастағандар бір-бір шапалап Мына жерде ауылдың бәрімізде жанымыз ауырады. Олардың бала-шағалардан алыста болғанына. Осы жағынан көмектесіп кетсеңіздер. Фақат фабриканы тоқтатсын істеткені. Ақ қарасын ашып алғанша. Одан кейін қамауда отырған жігіттерге көмектесін. Осы халықтың ең біріншіден болсын. Одан кейін Алматы біздер ана роботаға шақыра бермесін. Сонда мен айтасың. Біз жолы ауылда тексеріс болды дедік қой, сонда үйдегі азаматтарымыздан, азаматшалардан, көңілден, мысалы үшін кісілерден қолымыздан отпечаток қалды. 2-3 рет тексерді, біздің қолымыздан кәдімгідей отпечаток қалды. Апа, үлкен әйел азаматтардан алды, ер азаматтарымыздан алды. Бәрімізден солай допрос сөйлеушілердің Неге негізінде қолда арыз бірдеңе бар? Ешқандай не жоқ, сол жерге бардыңдар ма? Арыз не жоқ, солай сөйтіп бізден бәрімізден алды. Одан кейін міне осы ауылда тағы бір әйел азаматтарымызды онкологиялық тексеруден өткізіп жатыр. Мәшін-мәшінмен қалаға тапсырды. Сол өкімет арқылы ма? Или тағы да залатар дейміз. Ол облыс әкімі өз айтты, Алматы. Маралдыған емес ол жерде. Бүкіл күшімнің халқын былай сізде қалай білмейді, өте керемет нәрсе. Апарайық, орналастырайық, тексерейік, апайларымыз жаңағы, аналарымыз болар. Оның ешқандай жамандығы жоқ. Ол тек қана Маралды емес, ол күшімнің әрбір ауылына жетеді ол бұйыртса. Ол тек қана ол кісіге ашық беріп отқан жоқпыз ғой. Ол облыстық больницаға, мемлекеттік больницаға барып жатыр. Мен ойымша мұнда тұрған ештеңе жоқ. Депутат жоқ, просто біз анық қанығын білейік деген. Жақсы, онда қорықпай барып аламыз ғой онда. Біздің азаматтарымызды босатуын талап етеміз. Мен Қойшыбаева Майя, осы ауылдың тумасымын. Мен Қарағандыда тұрамын, Қарағандыдан келдім. Менің 4 азаматтың ішінде бауырым отыр, Оспанов Қанат деген. Сол 9 майда жаттым, мен 9-ында үйімде 1 ай болады.
Мен осы қанат түскеннен бері ғана осы іске араласып жатырмын. Оның алдын араласқан түгім де жоқ. Сұрақ қоямын, не істеп жатсыңдар, нормально ма дейді. Нормально дейді. Осы болып түскенсен мен чатқа да кірдім. Осында уже 3-ші рет пе 4-ші рет пе келіп тұрмын. Мына судан біз де ішеміз ертістен. Қарағандыда ертіс канал бар. Енді мен мына тексергеннен бастап мына кісілердің бүкіл документтерін тексердім. Порталда тұр, документтер бәрі законный, сотқа берген халық, сот жеңілмеген. Енді бұлар адамдар айтқан сияқты, ойбай сатып алды дегенде бәрін сатып алу мүмкін емес деп ойлаймын. Бір жағынан айтқанда қарағанда, если осылай законлылар істеп жатса, бір келісімге келу керек деп ойлаймын. Мынау соғыстың, каждый соғыстың переговормен біту керек қой. Мына құсап айғайлап, чатты айғайлап, Оспан қанатты шығарыңдар, ақтар Құдай жақ дейді. Одан пайда жоқ. Мына жерге келісімге отырып, круглый стол жасап, золотардар келсін, бәріміз отырайық, юристтер келсін, бір шешімге келіп, бұдан тоқтату керек. Мынау көршіге көрші амандаспайтын заман болды қазір. Міне қаладан келіп тұрмыз, көршімен амандаспаймыз. Потому что жоқ, біз сатқымыз уже. Енді былай қарасаңыз, адамдардың ауылдың арасында жүріп кетті ғой мынау. Мынау қашан болған заманда бұндай нәрсе, например. Мен қаладағыларға да звондадым. Мынадарың не мынау, не өздері шешсін, қалай ауыл шешсін деді. Шешкенде мен шешу керек. Мен де, например, амандастым, мені неге келдің сен? Ақшаны алдың, соны ақшамен шешем дегенсің өзің шеш дейді. Мен бауырымды жатқан кезде ақшамен заводпен шығарылайын деп ойладым. Мына статья бойынша, статья сіздер білесіздер ғой, 292 статья, 2-ші бап, пункт 1, 2 міндетті ғой. Группе лиц и сопротивление охраняемому объекту болды. Группе лиц хулиганства второй части болды. Оны 2 айға жабарда мен өзім айттым мына кісілерге, бұны жауып кетеді, уголовное дело. Жоқ, штрафпен шығарады. Сосын айтты, мен залогпен алып қояйын. Сол кезде ақша жинадым мен. Залогты да алмады, домашнийді да бермеді, 2 айға жапты. Бұлар қазір как террорист сияқты отыр, былай қарасаңыз, туалетке дейін видеокамера, біз даже кездеспейміз, білмейміз. Енді менің асығып тұрғаным тезірек мына встреча болу керек, круглый стол. Потому что бұлардың делодарын бітіп сотқа беріп жатыр. Міне танысып, ертең понедельникке прокуратураға береді, сосын сот уже осматривать етеді. Оны мына жақтағы ауылдың кісілері айтып жатыр. Оны неге сен шошып жатырсың? Соттаса зонадан шығарып аламыз. Маған оны сотталған керек қой, бір шапалақ үшін. Бір шапалақ үшін беткен үшін 5 жылға сотталғайды. Сол үшін менің сөзім, менің өзімнің личный мнением, міне ауылдың көзінше айтамын, просто келісім шарт жасап, келісімге отырып, бәрін шешу керек. Майыр қалай айтасыз, қалай шешмегенсіздер? Шешім, жоқ, келіп айтсын, сауыт салды, мен мүшеге завод салсын, мына сианетті құйсын деп тұрған жоқ, мен де слушап жатырмын. Әркім өз несесін айтып, бір ортақ шешімге келу керек қой, правильно? Міне сендер шешпе, мен де Фабрика несіне Мына жерде біз неме істеуіміз керек? Сен майға дұрыс жоқ, тұрастан сенді, мына жерде адамға круглый столға отырып, бәрі өз отырмаса, шешіммен любой бітеді ғой. Айтыңызда сен, қалай? Сонда, жарайды, мен мына кісілердің сөзін қайтымында біз шешеміз. Шешті бардағында кімді? Терпіл адамды не сұрайды барды, кешірім? Терпила маған беріп тұрма соны? Не бермесе, біз не істейміз? Қалқын істейді. Заңға бәрін, бұлар бітеді, қасқырын жерін ауыр, бізге ауыр. Бұлар да переживать етіп жатыр, ақшадарын жинап жатыр, берді, сол ақшаға. Сен барда енді есі ол терпиладан кешірім алды. Терпила маған кешірім бермейді, батамызда рабақан айтынды, бергізмейді. Ол сол кісі жерде істеп отыр. Сонда біз қалай? Сол үшін мен круглый столға отырып шешу керек деп отыр. Отырмаса онда ол да мені қорғау үшін барған жоқ. Мен сен мынадардың айтқаны маған бүйтіп айтты. Мен сенің бауырыңды тауға барып таста кеткен жоқ. Мен ол туралы айтып тұрған жоқ. Ол мен қанат өзі барды, соқты, мойындады, қазір отыр. Енді сонда мына ауылдың бірлігі қайда, неге олар алып? Сол кезде 50 бала бар. Біздің де жанында біз тауға барып десе ешкім жоқ осы. Фабрика салмақшы сонда. Мен сол кезде айттым, это им на руки. Начало всех начал дедім. Қазір басталады, барлық сотталады, барлық кетеді, сосын көреміз не болады. Ол үшін жібермеу үшін келіссөз жүргізу керек қой, полиция. Жоқ, Майка, мына жерде фабриканың кәсіби қанша ол басқа ғой, жұмыскер ол кәдімгісі. Ал фабриканың реализацияға мына жерде фабриканың кәсіби қанша. Енді сол жұмыскерді маған айтып бергізбей отырған жоқ. Сонда Кайын Камалмен бар, мына заңда Кайын Камал, сотта Кайын Камал сода ғой, анда өтіп отыр ғой мына жерде. Сендерді алдап отыр, түсіндіріп отыр. Мен алдап отырма, білмеймін. Мен өзім кездескен
мен кездестім, олар іздейді. Кеше мысалы міне кеше Астанада бір крановщик құлапты. Соны айтып жатыр. Егер соны басқарып отырған адам кінәлі болса, 6 жылға соттаймыз деп кеше ақпарат беріп жатыр. Ана жерде адам өліп қалды. Тып-тыныш. Ешкім сотталған жоқ. Сотталды. Даже милиция келген де жоқ. Қой өлсе де ветврачтар келеді ғой, қой, мына справка берейін деп. Жоқ. Енді бір төртеуі қамалып алып еді, сонда біз Кайкамалмен договорға отыруымыз керек. Сонда заң орнына Мен договорға отыр деп тұрған. Енді одан басқа уақыт тұр ғой, Майка, өйтіп айтады, одан басқа уақыт Сіз жоқ қой. қалап емес, мен айтқаным дұрыс. Бізге условия ақ туларыңды желбіретіңдер деп тұр ғой. Беріліңдер деп тұр ауылға. 4 азаматты шығарбау үшін беріліңдер деп тұр. Бұлар айтып құрбандық, жарайды құрбандық болсын мен. Содан кейін қазір жарайды құрбандық қашалып работа істеп тұрса ұялмай отырсың. Неге салынады? Фабрика неге салынады? Сендер Қырғызстандар неге салынады? Салынбайды фабрика. Міне мына кісілер содан келіп отыр. Фабриканы салдырмай, заңсыздан көріп отыр. Жақсы, мен бір ауыз сөз айтайын. Міне өздеріңіз айтыңыздаршы, міне осыған келіп отырсыздар ғой міне мына жерде. Айтыңыздар. Әлі қайырлы күн, қадірлі ағайын, қазақ елі халқымен малжан аман ба деп амандасады ғой. Соны өздеріңіздің орталарыңызда. Не болды жұбырықтың тұрында сөз шыбжыңдамай. Бұл жердің проблемасын бұрыннан білемін. Осы 4 жыл бұрын журналистикада жүрген, осы арнайы келіп, Маралдана өрленетін қайық бар ғой. Содан Бурабайға дейін өзі түстен кешке дейін ағып, соның бойында да қазып жатқанда көргенбіз ана суға. Әлі қазып жатыр. Иә, Бурабайға дейін соның видеосын телефонға түсіріп, жариялап, одан кейін айтып газет шығарып, одан кейін президент арнайы тапсырма берген комиссия құрып. Сонда бұл мәселенің бәрін біз ертең көтереміз. Бірақ ана жақта отырып айтқан бір бөлек келіп өз көзімізбен көрейік деді. Бізге де жаңа айтып жатырмыз ғой, әркім пікірлер жетеді ол жаққа да. Сонда келдік, барлық көзбен көрдік деп көрген сөз хабар айтамыз. Бірінші кезекте енді қазір Генпрокуратураның аясында басқа да мына бізде су жөніндегі комиссия бар, экология жөніндегі комиссия бар, мамандарды жіберіп, анықтауымыз керек. Бірінші комиссия жіберуіміз керек, қорытынды шығару керек. Және ол комиссия аса деңгейде келіп, біз оның құрамын осы жергілікті тұрғындарды кіргізу керек деп ойлаймын. Барлығы ашық болу үшін. Егер шынымен және зиян болатын болса, бұл өте қауіпті, өйткені тек қана Маралды емес, ауыл суды айтып отырсыздар, ол қалың қосып алып көшу, бұқтырма, ертісіне барып келеді. Егер шынымен ондай бір қатты зиян болатын болса, онда біз жауап тоқтатамыз. Егер комиссияның қорытындысын күтеміз. Қандай қорытынды шығарады? Одан кейін комиссияға келген кезде сіздер міндетті түрде независимый журналистерді бірге қосып жіберіңіздер. Әйтпесе ол қазір өзі жаңа айтып қой, ешкімге сенгенді қалып. Біз енді жер комиссиясы бар ғой, ішінде қоғам белсенділері, заңгерлер, жаңа прокуратура өкілдері, министрлік өкілдері барлығын қостықпыз. Сол айтқандай бұл комиссияның құрамына кімдер енеді? Онда жеке біз қарастырамыз, қазір Астанаға барасың, осы мәселені көтереміз. Комиссия құрылатынын және оның ішінде міндетті түрде ауыл тұрғындарын кіргізу керек. Бірінші осы нәрсені біз қорытындысын алып алайық бұл жерде. Барып көтереді, одан кейін жаңа уақытша тоқтата тұру деген сияқты мәселелер айтып жатсыздар. Ол не көтерген сұрақтардың бәрін біз түртіп алдық өзімізге. Осы Астанаға жете салысымен Ринат екеуміз осыға кірісеміз. Ол сәкімен деген істік. Салып жатқан жұмысын тоқтатсыншы осылар қазір, данный моментте. Салып жатыр. Бәрі хабардар, мәжілістің бізде төрағасы да ертең бәрін отыр. Біз де өз ішімізде жиналыс өткіземіз. Ана комиссия келгенде мынандай бір аяқ астынан келеді, не былтыр мына Ақмырзада болған жанында түздеген өздері алып кетті да ана жерден таудың басына апарып көрсетіп ауыл сыртымен алып кетті. Міне мына кісі отырған Ақ картоп келді. Былтыр комиссия келгенде сіздер бардыңыздар ғой үстіне, үйде бардыңыздар, халықпен кездестірмей сыртынан шығып алып кеттіңіздер ғой халықты. Шошқан аузында ұстап алған. Шошқан аузында ұстап алған. Бізге де кайфы ғой, егер сол уақытқа тұспа түскен жатса, бос болып жатса, біз де сонымен бірге келейік. Аумин, аумин, аумин. Онда біз келсеміз. Сіз келек десе бәрі қол шапалақтайды. Көтереміз енді, мәжілісті көріністер ғой енді, ұсынып жатқан кезіміз жоқ қой. Біздің ауыл, сіздердің біздің де жағымыз ашиды. Ол жақтың тумасымыз, күршімде бірге келді. Сондықтан облыстың әкімі заңы айтсыншы, жаңағы таяқ жеген жұмыскер ауыл жараланып па, жағдай қалай екен? Қай жер сынықты? Мен естідім, әлі жүр дейді осында дейді, телефонмен ести қалады. Бүгін әгеле көріп шығасыз барғанда қазір. Жақсы, қадірлі ағайын, енді сіздерді тыңдадық, мен бір адым жазып алдым.
мен өз деңгейімде жауабымды берейін. Қалған жаңа Мақсат Маригов айтты ғой, барлық сұрақтарымызды жазып алды. Бұл кісілер тиісті депутаттық сауалдар жолдай отырып, бас прокуратура деді, тиісті министрліктерге сөйтіп тексерулер аясында қосымша жауаптарын береді. Менің айтайын дегенім, жаңа қоғамдық қауымдастық, қоғамдық бірлестік деп жаңағы сотқа түсірдіңіз ғой. Енді ол жерде менің білуімше ол сөздің арасындағы емес, қауымдастық болып шешім шығарғандарыңыз. Мынау клубтың меңгерушісі жұмыстан шығарылды деп. Бір нәрсе айтайын дегенім, ол қауымдастық общественный организациялар құру ол дұрыс. Бірақ сіздер мынаны білулеріңіз керек, оны жұмыстан кіргізетін де, шығаратын да тиісті өзіміздің жергілікті атқарушы органдар. Енді ол атқарушы органдардың жұмыстарын мысалы алып, сіз жұмыстан шықтыңыз деп, сіз депутатсыз ба, депутаттықтан шықтыңыз деп, ертең ол кезде мына заң үстемдігі деген қайда қалады? Заң үстемдігі болмай, мемлекет қандай мемлекет болады? Сондықтан біз әрбір қадамымызды асықпай анық басуымыз керек. Сол майдың басында ма біз келгеніміз соңғы рет? Майдың басында келдік, осында кездесу кезінде біз айтып қойдық. Не нәрседе мынау стол басында шешілу керек. Сіздер я дедіңіздер. 8 майда бардыңыздар да, ана жерде 25 собор шықты. Ешқайсысы сіздерге жаңағы күш көрсету ойында жоқ. Бәрін біліп отырып көрдіңдер ме? Тәртіпті бұзбаңыздар деді, қайтадан көтеріліп кабинеттен кетті. Сол 25 собордың тұрғанын біліп тұрып, арасындағы жігіттер бар, бір шапалақ деп жатсыздар. Енді білмейсіздер ғой, неше шапалақ болғанын. Сосын ана видеокамера, жаңағы видео барлығы жасалынған процессор дейлердің барлығын жұлып алып кетіп, соны алып кеттіңіздер. Жеке ол кісілердің жаңағы өздерінің жаңағы видеоларын жаңағы көрсетпейік деген оймен. Адамдардың барлығын алдарыңызға салып қолға алып шықтыңыздар. Үкім өздері жұлған шығар оны. Оны сіздер 25 халық естімей тұр ғой. 25 собор тұрғанын біліп тұрып жаңағыдай жағдайға барып отырсыздар. Егер 25 собор болмаса анарада одан білет адам шығыны бола ма? Ана зауытты өртей жібересіздер ме? Түсінікті ма? Сондықтан анау ол жеке кәсіп. Бізді бір хулиган қылды көрсетіп тұрған. Барып ондай жағдайда байқау керек. Бізді бас бұзар хулиган қылып көрсетіп тұрған. Менің де оған шыққаным былай, ол кісілер де шыққан бірақ тәртіп ортақ қой. Сұрақ қойыңдаршы соны. Мен жаңағы айтып қалдым. Жаңағы құқық бұзушылық бола ма, оның барлық сот арқылы ертең өз шешімін табады. Біз сотқа сенеміз ғой, өзіміздің сот. Ол ресейлік сот емес. Қытайдың сот емес, өзіміздің қазақ отырған сот. Ол шешім шығарады. Именно неге территориясында жатыр? Бойымызға келді, көтердік та, қыр жібер жаздық та. Неге ауылда жатыр? Шығар, ұсатсын, талап қойып. Талап қоймасы бұрын алдын ала ойланып бару керек. Біз өз жағымыздан енді жаңағы айтамыз ғой, мүмкіндіктерін жаңағы көп балалы ма, енді осындай артық істеп қойыпты, қараңыздар деп жаңағы ұсыныстарды берді, бірақ шығарды біз айта алмаймыз. Бірден айтып қойын деп отырғаным. Енді жаңағы мен жауап берейін сұрасың, мен ұмытып қаламын. Жауап берейін жаңағы қоғамдық қауымдастықты жаңағы жиналысқа әкім шақырды. Ауылдың әкімі қайда? Бауыржан. Өстіп, заведующий дом культура дұрыс жұмыс істемей жүрді. Ана жерде кабинет ішінде отырмыз, мына жерде Қазақстанның туы тұр, ел таңбамыз тұр. Соны кейін айтты, неге дом культураға дискотека ұйымдастырылмайды, жастар күнге қайда барарын білмейді. Концерт жоқ. Одан да орнына жас біреуді қойып, одан шығарысында орнына біреуді неттігі, кандидатурасын ұсындық. Ұсыныс болған ғой онда ұсыныс. Ұсындық біз. Ал енді ана жерде жас жіберді, шығарылсын деп. Біз қоғам биналы топ 184-ді мен мойныма біліп отырмын. Жаңағы соны уже біліп Представили нас. Әкімі сол сақ дүниені біліп отырған. Бір сипыр қата жазып кетті. Жазған адамды да біліп отырмыз кім екен, оны айтса қазір әңгіме болып кетті. Қата жазып кетті. Ұсынылсын деп жазу керек еді, шығарылсын деп.
Оны біз шығара алмаймыз. Оның отдел культураның бастығы бар. Иә, сол ғой. Ол шығарады ғой. Бізде соған жазуға бәсе бітті. Салып отыр. Жаңа айтып ғой, бір шапалақ емес, мүмкін басқа да істеді. Былтырғы бандиттерді әкеп, мына халықты автомат алып жүріп, атып тастаңдаршы деді. Соның біреуін заңға тартылған. Соның біреуін заңға тартылған жоқ енді. Біздің ана грамматикалық қатаға анандай істер отыр. Қарапайым халыққа Сол фамилиясына дейін айтты ғой, сол жігіттер. Фамилиясына дейін айтты. дұрыстап айт Бока. Бока дұрыстап айтады. Жақсы, ол былай жасайық, ол автоматтар мен бандиттер келді қазіргі заманда. Біз көрдік қой. Енді соны бермейсіздер ма енді? 19 Видео бар соның. Видеосы бар. Жақсы, оны сосын жаңағы тиісті депутаттық сауал жолдап, оның анық-қанығын біледі. Біз апелляцияны сотта айттық, бандиттар келіп, не деді, 13 кім естіп атқан жоқ? Ары қарай мен айтайын, жаңағы енді ішке көші-қон дедік қой. Енді ауылында 2001 жылы 1312 адам болған екен, қазір 476 адам. Енді жыл сайын азайып кетіп келе жатыр. Бірақ енді мынау қайта фабрика салынады дегеннен кейін кешелі бүгін біз ойлап отырмыз, мынау көші-қон тоқтайды, қайта ауылдың халқы көбейеді. Не себепті? Өйткені жұмыс орны ашылады. Жаңа жұмыс орындары ашылғаннан кейін керек емес. Ондайды айтпаңызшы. Керек жоқ. Айтпаңызшы. енді жаңа келістік қой, айқай Айтпаңызшы. содан кейін айтайын дегенім. Сіздер жаңа цианид деп айтып отырсыздар. Ана көгалай деген осында қоғамдық тыңдау өткізуге келді. Есіктің алдына тұрып алып кіріп көріңдер, өлтіреміз бастарын жуып аламыз. Жоқ, ондай. Бастарында аламыз. Цианид туралы емес, алтын туралы емес, олар анау барлау жасау 30 км жер. Жоқ, неге өтірік емес, оның барлығы. Өтіргендағы, сіз соларды қолдап тұрсыз. Таза жала жауып тұрсыз. Таза жала жауып Қолдап тұрсыз. жүрген кісі. Таза жала жауып тұрсыз ғой халыққа. Былай, анау қоғамдық тыңдауларда мен 2 рет енді болдым. Сол кезде сол жаңағы фабриканың азаматтары осы жерлерде барлық жауаптарын, қалай жұмыс істелінетінін, қандай қауіпсіздік шаралары қолданылатынын бәрін айтты. Сіз өзіңіз тыңдауды қалай өткіздіңіз, соны айтыңызшы. Тыңдауды қалай өткіздіңіз, білесіз Аким мырза, сіз сол кезде алынған біздер халықтың басып отырдыңыздар да аңдарды қолдап отырдыңыз. Халық қарсы мына жерге секіріп жүгіріп соғуға шекті жақындағанда сіз ғой соны басып анандай нелер бәрін өткізіп өзіңіз қандай құлдырқымен тыңдауды өткіздіңіз. Халықты басып отырдыңыз, аңдарды жақтап отырдыңыз. Видеомыз бар. Мен ол кісілерді жақтырып жоқпын, мен тыныштықпен өтсін деп. Жоқ. Өтірік айтпаңыз. Қоғамдық тыңдаулар для сведения алынады. Өтірік айтпаңыз. Үлкен басыңызбен өтірік айтпаңыз. Сұрақтарыңызды дұрыстап обосновать етіп қоюларыңыз керек. Мынау жер мына заңға қарама-қайшы. Біздікі обоснованный қарсымын деген ол жай қарсылық. Неге бәрі далаға шыққыштау? Ұтылып қалғандарыңыз содан. Басына бар айтпайды тұрмыз. Барлығы заң аясында. Өзіңіз тыңдауды қалай өткізіп жердіңіз, халықты алдап тыңдауды өткізіп жердіңіз ғой. Ашық, жабық, не регламент, не аяғында біздің сөзімізді 2 сағат тыңдаймын. 5 сағат тұрамыз дегенде де сіз тонда болмай дауласып отырып тыңдауды өткізіп жергесіз. Білесіздер ма мына жерде? 1 сағатта болған жоқ тыңдау, 1 сағат. Сіз регламентта бұздыңыз. Секретардың еткенін әрең сайлады өзіңіздің секретіңізді. Еще қаншама милициямен басып тұрып 15 минут. Халықта тұрған 15 минутта нені өткізіп тыңдауды өткізіңіз. Өтірік айтпаңыз сіз бізге. Соған баға береді. Біздің айғайлаған қалай тыңдау өтті деп айғайлаған видеомызға дейін бар. Қанша адамдар анау пенсияға шыққан медициналық қызметкер болды. Кітапхана 4-5 адам дауыс берді. Соңынан естіп атамыз, оларды көшіріп жібердіңіздер жаңағы. Ойбай, біз көшіріп жібердік. Алла сақтасын. Ол күшінде баршада жұмыс істеп жүр ол. Сіз бір емес, 2 рет, 3 рет халыққа жала жаптыңыз. Осы үшін біз сізді арыз жазып сізбізден бере аламыз және. Сіз уже 2 рет пәле жауып тұрсыз сіз мына жерде. Біз көшіріп жіберген жоқпыз. Күлзекен
апайды біз көшіріп жіберген жоқпыз. Жала жауып тұр. Ана басын жарам деп жала жапты ғой және. Көкадайлардың басын жарамыз деп айтты деп жала жауып тұр ғой. Халық қайдан ашынбайды? Ол былай болды. Анандай ішкі басын жарам деп айтылған жоқ ол жерде. Міне айтты, құлып керек пе деді, ашып берем деді. Айттыңыз ғой сөйтіп. Осы жерде. Содан аңдар айтты, міне халық қарсы, бізге керек жоқ, онда кетеміз деді. Болды. Ал сіз қай жерден алдыңыз басын жарам деп айтқан деп? Басшылығы келіп, бізді кіргізбей қойды. Жоқ, кіргізбей қойған жоқ. Міне бауыржан ағай, айтыңызшы. Кіргізбей қойған жоқ, ашып берем деді. Міне құлыпты қазір мен ашып берем деді. Иә. Жоқ, алдында кісілер тұрып алған жоқ па? Жоқ. Ашып берем деді. Міне өзі. Олардың басшысы сөйтіп келіп, нарадан жаңағы алдымызда тұрып алып кіргізбеді деп жауап айтқанын жеткізіп жатыр. Ақ қарасын біліп ап жала жапсаңызшы. Басын жарам деп мына үлкен обвинение ғой. Жақсы мен халықты басын жарам деп. Қосымша айтайын дегенім, не нәрсенде асықпай жаңа Ринат мырза айтты ғой, шуламай қандай нақты дәлелдер бар, қандай жаңағы сұрақтарыңыз бар, соны екі жақ болып жаңағы депутаттарға жіберіп отырыңыздар. Бұлар бұл кісілер жаңағы өзінің бас прокуратурадан бастап өздерінің ұсыныстарын беріп, депутаттық сауалдарын жолдап, ақты ақ, қараны қара қылып, соңында дұрыс нәтижеге келеміз деп ойлаймыз. Екінші бір сұрақ, жаңағы қазір тоқтатылсын деген, біз уақытында былтыр білесіздер сотқа беріп жаршылай тоқтаттық. Бірақ соттан біз жеңілгеннен кейін қазір енді оның соттың шешімі бар, біз тоқтат дегенмен бұл тоқтатпайды. Халықты алдап қойды. Жеке жаңағы кәсіпорын 56 миллион доллар тұратын, оның қазір 20 миллион доллар ақшасын салды. Қалғанында оған салма деп айттық қой. Әр күн оларға жаңағы онсыз да жаңағы пландарынан кешіктіріп жатыр. Біз айтқанмен олар істемейді. Өйткені оны тоқтату тек сот жүйесі ғана, сот шешімі ғана шығу керек. Тоқтатылсын деп, өйткені мынандай статьялар немесе осындай құқықтық актілер бұзылып тұр деп. Сондықтан оны сіздер жаңағы беретін ұсыныстарыңызды беріңіздер. Соңында сондай шешім шығарса, оған дейін жай айтқанмен тоқта дегенмен тоқтата алмаймыз, соны айтайын деген. Олар салма деген кезде фундаменті құйып салып жатыр. Әлі салып жатыр. Ертең айтады, біз ақша салып қойдық деп. Неге тоқтата түсіндір бір қарасын ашып. Тағы да оны тоқтату тек соттың шешімімен тоқтату керек. Онда ұзанып барып тоқтату керек пе, бір алдын алу керек. Онда ағайын былай жасайық. Жаңа тағы да айттым, уақыттарын бөліп, Көкадайдың басын неге жарасыңдар? келген үшін мен Сөйтіп айтты ғой, басын жарамыз деп айтты. Мақсат Толықбаев мырзаларға алғысымызды білдіреміз. Бұл кісілерде әлі бүгін ертең тағы да баратын жерлер, сұрақтары бар. Жоқ, көзімен фабриканы көрсін бүгін бар. Қазір осыдан кейін біз басына апарамыз, сол жерде көрсетеміз. Бәріміз жаңағыдай бәріміз апарсын. жоғарыға барып, жаңағы артық сөз, жаңағы артық іске ұрынбаңыздар. Айттық қой сіздерге. Тек айтыңдаршы, криминалист емеспіз деп айтыңдаршы. Айтыңдаршы, неге қайта-қайта соған әкеліп тұрсыздар? У каждого свой интерес. Бәр жерде мына делода у каждого свой интерес. Мен интересім бауырымды шығаруым керек. Мен облыс әкімінің атынан да заявление қол қойдырды мынада, кісілер тоже переживает. Енді маған қандай көмек берілесіздер? Қазір бұған сотталып берсе мен не істеуім керек сонда? Оның енді қалай сотталады, қандай сот шешімі шығады, ол соттың Соттың бәрі осы жаққа залатарға істеп тұр. Олар айтып соттың істеміз араласа алмаймыз. Олар қалай айтады, мысалы сізге не деп айтты? Сіз соны айтыңызшы, егер біз халықтан қол жинасақ, біз шығарамыз деп айтты ма сізге? Жоқ, халықтан қол жинағанда завод салынсын деген қол емес ол. Мен мына әкімге бардым, районный әкімі. Ол кісі айтты, мен сенбеймін адамдарыңызға. Адамдар переживать етіп жатыр. 4 бала шықсын, енді заңсыздық, мына қозғалысқа бармаймыз деген үстінде жазылып тұр ғой. Завод салынып сиян кетесін деп тұрған қалай айтыңызшы? Неге қата жасаған сайын барамыз ғой басқа? Сөзімен хат жазып беріңіз деді. Мен екі басқа барғанда сіздер көтеріп жатпаймын ғой. Хат не керек өзі? Дүние естіп сіздердің өтініштеріңізді қағаз жүзіне түсірсін дедім. Соны облыс апарып бердім. Нұрбек Ағаш өз өзіңізге көрсеттім. Аманаттанысы орындадым.
Қазір көресіздер Николайға шығып бара жатқанда. Жоқ, мен сізге сұрақ қойғым келіп тұр. Депутаттарға рахметімізді айтамыз. Басқалары қажет жоқ. Онда осымен келісімізді аяқтайық, біз жоғарыға шығайық. Қазір жаңаға мен хабарлап айтайын. Тағы да араларыңыздан біреуді сайлаңыздар, бәріңіз сенетін жаңа осы істің басқасында жүрген біз телефон нөмірін алып біз байланыста болайық. Әртүрлі пікірлер, ақпараттар жетіп жатыр. Осы қайсысы рас, қайсысы өтірік? Ары қарай естейміз деп біз ақылдасып отырамыз. Одан кейін енді комиссия құрылады. Оның ішінде де осы ауыл тұрғындарын негізі бойынша мәселе көтереміз. Депутат деген осы халықтың өкілі ғой. Бұл айтқан дүниелеріміз барлығы бұл асанда айтылады, көтереміз. Tamam, nömreni yazıp verin. Ешқандай ұлтқа бармай бізде бір айда ма, бір жұмадан артық қамыс отырған шетінде. Бір ұлтына, тұтылған бір жүзіне жеткен жоқпыз. Ал Берік майда ол бір ұлтқа өзі сондайға барды. Ал ауылдар біз барған кезде бірақ шықты. Бірақ алдында тұрған жоқ бірінші. Ол кісі барған кезде бірақ шықты. Біз барлық нелегенімізді алып көрсетпегеннен кейін Adam telefonunu aldı. Var mı ötüp verip koydu. Бере бер. Эй, Роза! Сақтағандығымызда бәрімізді бандит көрсетті ғой, я. Бәрілерім бандит болдық қой, Маралкенің бәрі вообще. Бір хулиган, бір неме болып көрсетті ғой бәрімізді. Бұрмалап әкеп. Oradan ala. Бәріміз бұзық болдық. Неге басын жарасыңдар Көгадайдың? Жыныма келіп тұрғаның қаршы. Тұратырыңыздар, мен сіздерге айтайын. Тұратырыңыздар. Басын көрсетсеңіздер. Алтындар көрсетсін, оқиды. Өзіне бұлар көрсетсін. Қолына көрсетсін. Ой, көріп, өре болды соғысы. Қағаз қойсын.
Милициямен жерге әшейін кіріп жүріп, милициясымен кіріп жүреміз керек болса. Сонымен бір нәрсе шаналар келмейтін болады. Оны неге көрсетпейсіз? Істеп жатқан нәрсе Түсіріп алды, қалды. Отырыңыздар. Бұл жерде вообще істеп шықпай қалады. Отырыңыздар, әне түсіріп алды. Мынандай сағасы ем оламайсыздар. Отырыңыздар. Ем оламайсыздар. Міне түсіріп алды деймін, түсіріп алды, көрсетті. Бермеймін. Көрсетті. Тоқта істеп отырған жоқ, көрсетті. Не түсіріп алды деймін, міне айтыңызшы, Сапар апай, міне түсіріп алды, көрсетті. Нең бар оны тұғып? Адам жоқ, бермей қой, біз саған бер деп тұрған жоқпыз. Біз жерде көрейік деп тұрмыз ғой. Көріп алды, уже болса жазып алды, фотоға түсіріп алды. Қараңдар сонда. Жазып алды. Маралдылықтар, отырыңыздар орныңыздар, жазып алды, түсірді. Номер не келіп бар. У меня не имей. Номер, да. Так, тіркеле берсін, сонымен, құрметті қауым. Бастай берейік қоғамдық тыңдауды. Қалай қарай? Жұмалтысы 01-24 жыл. Я запрещаю вам тыкать мне камерой в лицо, потому что у вас много, я говорю, я запрещаю вам тыкать мне в лицо камерой. Я говорю, что қазақтың балалары барлығы бастарын көтерсеңдерші. Сендерді қай Если даже не Ну еще раз говорю, если вы в отношении меня получили такую ложную информацию, неге бірауыз айтпайсыңдар? Өзің еркіндіктерінде біреу айтпайсың, айта алмайсыңдар. Өз еркімен келдім, айтыңдаршы. Өз еркімен келдім. Бауырым, сен өзің келдің, айтшы. Айтшы камераға, өзің бір ауыз сөз айтшы. Әлде қорқытып алып кеттің. Неге тартып аласыз? Бірдеңе дақса жатқан Ол біздің ауыл. Сөзіміз
жұмыс Сол үшін жалақы алып отыр. Сонда мына жерде пенсионерлер мен безденниктерге ғана ма жұмыс? Жиналыс. Кім безденник, кім пенсионер, бұл жерде Мен барлық міне азаматтар безденникпін, жұмыс істемеймін. Мен ғана келуім керек па мына жерге? Пенсионерлер ғана келу керек па? Қалғандар жұмыс уақытында ғой. Жиналысты былай, жиналысты суббота воскресенье қоймай. Билік кешкендер. Уақытты жоғалтпай. Біз қарсымыз, мына қарсымыз. Заңсыз, мынаның барлығы заңсыз. Неге билік оны қолдайды? Заңсыз мынаның барлығы. Ылғи биліктер өздері ғана шешіп алғай тұрма, кіріп алып.